Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Бүгін мен Лига чемпионовтың 5 фаворитіне айтатын боламын. 5-ші орында Манчестер Сити. Гвардиола келгеннен бері Сити барлық жерде чемпион болды. АПЛ-дың өзін 2 рет қадағын алды. Бірақ Лига чемпионовта жол болмай жүр. Лига чемпионовта Манчестер Сити ұту үшін бір магиялық күш керек секілді. Ол өкінішке орай Сити жоқ. Бірақ мықты құрама, мықты ойын бар. 4-ші орында Ювентус. Қазіргі Ювентустың ойыны көңіл көншіпейді. Пирло жаңа бапкер, тәжірибесі де болмаған. Мен Ювентусты 4-ші орынға қойғаныма бір ғана себеп бар. Ол Криштиану Роналду. Осы турнирдің патшасы. Лига чемпионовтың өзінде 128 гол салған. 3-ші орында Барселона. Куман келгеннен бері Барсаның ойыны қызық бола түсті. Қазір командадағы ойыншылар ойында өздерін не істеу керектігін түсінген секілді, яғни функцияларын. Және команда тек Мессиге қарап тұрған жоқ. Гризманн, Дембеле, Де Йонг секілді ойыншылар команданы алға шегерді. Мысалы, Фати осы жылы Мессиден көп гол салған. 2-ші орында Ливерпуль. Қазіргі басты мәселесі Ван Дейктің жарақаты. Бірақ соңғы Ситимен болған ойында Джо Гомес пен Матип әдемі ойнап шықты. Шабуылда мүлдем мәселе жоқ. Мане, Фирмино, Жота, Салах әдемі ойнап жүр. Жарақат көп болмаса чемпион бола алады. Бірақ бәрібір қазір Ливерпульден мықты құрама бар. 1-ші орын Бавария. Бұл құрамада бәрі керемет. Ешқандай құрама ала алмаған 2 рет қатарынан трибл істеуі мүмкін. Флик мықты бапкер және де тактик. Қазіргі футболдағы басты мәселелердің бірі прессинг. Сол прессингті ең күшті істейтін Бавария. Шабуылда әлемнің үздік 9-ығы Левандовский. Бір сөзімен айтқанда Dream Team. Бұл әрине тек менің болжамым. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Маған жазылыңыздар, футбол көріңіздер. Сау болыңыздар. Чау-чау.